күн сіздермен мен Жанерке Сағымжан министрліктің осы аптадағы айтулы жаңалықтарымен таныстыратын боламын. Ашық сағат алаңы жобасы аясында вице-министр Еркебұлан Дауылбаевтың төрағалығымен құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істер комитеті Қазақстан Республикасындағы ұзақ мерзімді құрылыс объектілері мәселелері бойынша бизнес қоғамдастық өкілдерімен онлайн кездесу өткізді. Кеңес барысында вице-министр әлеуметтік және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы саласындағы бюджеттік жобаларды іске асыруды талдау нәтижелері бойынша ұзақ құрылыстың негізгі себебі уақытылы қаржыландырудың жетіспеуі екенін атап өтті. Министр Қайырбек Өскенбаев тапсырмасы бойынша азаматтық авиация комитеті қазақстандық авиакомпаниялармен бірлесіп әуе кемелері паркін өсіру, тасымалдау сыйымдылығын ұлғайту және рейстердің кешігу санын азайту жөнінде жұмыстарды жалғастыруда. Осылайша Flyersan әуе компаниясының A320neo жаңа әуе кемесі келді. Болашақ авиакомпания паркінің 12-ші кеме және сыйымдылығы 188 орынның алғашқы борты болды. Сондай-ақ Скат әуе компаниясы әуе кемелері паркі ағымдағы жылғы жоспардың 9 ұшақ, 5-шісі сыйымдылығы 189 орындық заманауи Boeing 737 ұшағымен толықты. Болашақ әуе компаниясының паркін 31 бірлікке дейін арттырады. Халықаралық азаматтық авиация ұйымы ассамблеясының 41-ші сессиясының аясында азаматтық авиация комитетінің төрағасы Талғат Ластаев бастаған қазақстандық делегация Малайзияның авиациялық билік өкілдерімен келіссөздер жүргізді. Air Asia әуе компаниясы басшылығының ақпараты бойынша 2020 жылы Куала-Лумпурдың Қазақстандағы одан әрі қарай 3-ші елге ұшатын рейстердің іске қосуы жоспарлануда. Министрлік екінші деңгейлі банктермен бірлесіп әлеуметтік көмірді бірқатар қаржы және сауда ұйымдарының мобильді қосымшалары арқылы сатуды ұйымдастыру бойынша жұмыс жүргізуде. Көмір сатып алу үшін халық маркет бөліміндегі халық Хомбанк банктың қосымшаларын сату орнында көмірді қажетті маркасын және көлемін таңдауға қажет. Сондай-ақ ол үшін онлайн төлем жасасаңыз немесе тауарды 3 айдан 6 айға дейін бөліп төлеуді ұйымдастырыңыз. Заманауи шешім қатты отынды тікелей көмір тұрғыдан немесе кезексіз сатып алуға мүмкіндік береді. Бұл тұрғыдан жылыту маусымында дер кезінде дайындалуды айтарлықтай жеңілдетуге мүмкіндік береді. Орталық коммуникациялар қызмет алаңында өткен брифинг барысында тұрғын үй коммуналдық инфрақұрылымды дамудың 2026 жылға дейінгі тұжырымдамасы таныстырылды. Еліміздегі тұрғын үй саясатының жаңа тәсілдер туралы құрылыс істер және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық комитеті төрағасының орынбасары айтып берді. Бауыржан Қабдол жаңа құжатты тұрғын үй мәселелерін шешуге аса мұқтаж азаматтардың ең осал 4 санатты нақты айқындалатынын хабарлады. Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмаларын орындау бойынша жүзеге асырылып жатқан шаралар туралы айтып берді. Ведомство басшысының айтуынша, президент халыққа арналған жолдауының министрліктің алдында бірқатар маңызды міндет қойған. Қазіргі уақытта ведомствода аталған міндеттерді іске асырудың негізгі тетіктері пысықталды. Министрліктің осы апта көлемінде орын алған негізгі жаңалықтар осындай. Амандықта жүздескенше.